Good afternoon, children. I am Miss Sambat. Today we must write down summative assignments for the units, the natural environment and the travel. Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін өткен бөлім бойынша бақылау жұмысын жазуымыз қажет. Біздің бақылау жұмысымыз екі бөлімнен тұрады. Ол бірінші бөлімі task 1. Listen to the teacher and answer for question. Яғни мен қазір 4 сұрақты оқимын. Сол 4 сұраққа сендер жауап жазуларың қажет. Толыққанды жауап болу керек. First question. Бірінші сұрақ. Are the trees green in autumn? Autumn деген қандай мезгіл еді? Өткен сабақта біз өткенбіз. Green деген қандай түседі? Trees деген не еді? Trees деген ол талдар, я? Tree деген тал негізінде. Айтып жатыр. Autumn дегеніміз, естеріңе түсірсеңдер, ол бізде көз мезгілі, я? Green дегеніміз ол жасыл түс. Яғни бізде сұрап жатыр. Көз мезгілінде талдар жасыл түсті болады ма? Яғни сендер бұл сұраққа толыққанды жауап берулерің қажет. Next question. Are the trees white in winter? Winter деген қандай мезгіл еді? White деген қандай түс еді? Яғни осы сұраққа жауап берулерің қажет. Trees дегеніміз не екенін білеміз, я? Талдар. Талдарды сұрап жатыр. Енді осы сұраққа жауап беруіміз керек. Одан кейін next question. Are there flowers in summer? Summer деген қандай мезгіл еді? Естеріңе түсіріңдер. Flowers деген ол естеріңе түсірсеңдер гүлдер. Гүлдер деп жатыр, я? Гүлдер қай мезгілде? Summer дейді. Қандай мезгіл ол? Сол summer мезгілінде болады ма деп жатыр гүлдер. Одан кейінгі сұрақ. Are there 3 seasons in year? Бір жылда дейді бізде 3 жаңадай мезгіл бар ма деп жатыр. Бұл сұрақтарға сендер толыққанды жауап берулерің қажет. Так, so next task. Next task. Read and follow the introduction. Яғни бізге берілген тапсырманы оқып, сол тапсырманы орындауымыз қажет. Біріншісінде мысалға айтып жатыр бізге. There is a bus. Put a tick. Бұл дейді бізде. Bus дегеніміз не еді балдар? Естеріңе түсірсеңдер, ол бізде, яғни автобус, я? Автобус. Бұл автобус дейді. Put a tick деген сол жерге бізге бетіп галочка қойыңдар дейді. Бірінші сурет берілген галочка қоясын, немесе екінші суретке және үшінші суретке. Автобусымыз қайда? Бізді соны табасындар, сол жерге галочка қоюымыз керек. Так, келесі тапсырма cross the plain. Plain деген не еді? Есімізге түсірейік. Одан кейінгі үшінші тапсырма circle the red car. Red деген қандай түседі? Car дегеніміз не еді? Яғни осыны орындаймыз. That's all. Thank you for the watching. Goodbye.